Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі. Мынау талдардың бәрі қурап жатыр Түркістан қаласында. Осыдан 9 ай бұрын түсіргем. Қазір тағы да түсіріп көрсететін болам. Бұл видео Түркістан қалалық әкімі Нұрбол мырзаға және де Түркістан облыс әкімі Дархан мырзаға жолданатын болады. Аттарында ұмытып қала берем ше. Қурап жатыр, полный қурап жатыр, көрсететін болам. Мұны қарасаңыздар, осыдан 9 ай бұрын түсірілген дәл осы жер. Қазір видеосын көрсететін болам. Мына жерде түсірген болатынмын. Міне талдардың бәрі, еккен талдары жоқ. Мынау соғы істеді, соғы аяқсыз қалып кетті мынау. Одан негізі бұлай шлангы шығарып, әр талдың түбіне ақ шлангымен жүргізу керек тұғын. Қазір ол шлангы жүрмеді, аяқсыз қалды, тоқтаусыз қалды. Талдардың бәрі қурады. Мынау жұмыс тоқтап қалды. Қазір былтырғы ескі видеоны сылатын болам. Қурап кеткен полный. Мына. Қазір үлкен көшіп көрсететін болам. Видео тоқтайды. Мұны қурап кеткен полный мына. Міне. Көшем басқа дейін қурап кеткен. Ал мына шланганы көлшінің үстіне қойып кеткен. Сонда көлші суара ма, тал суара ма бұлар?